Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Менің арнама жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Күннің ыстығында шөлдеп жүрсеңіз, магазиннен қайта-қайта газ алған сусын алғанша, денсаулығыңызға, яғни өзіңіздің отбасыңыздың денсаулығына пайдалы сусын жасап үйреніңіз. Бізге ең бірінші каркаде керек. Бұл каркадені кез келген азық-түлік магазиннен таба аласыз, және каркадені көп қоспаңыздар. Мен 5 литр суға 2 ас қасық каркаде қостым. Көп қоссаңыз қышқылтым дәм береді. Егер де көп қосып қойған жағдайда, онда қайнағаннан кейін бірден сүзіп тастаңыздар, сонда қышқылтым дәм бермейді. Мен 5 литрлік кастрюльге 5 литр су құйып, яғни менің қолымда бар апельсин, лимон, алма, мята, лайм, осылардың барлығын турап, қайнағаннан кейін саламыз. Сіздің қолыңызда қай жеміс бар, сол жемісті қосып жасасаңыз болады. Тек қана алма мен каркадеден, болмаса апельсин қосыңыз, болмаса лимон қосыңыз деген сияқты. Тек каркаденің өзін қайнатып ішпеңіз, өйткені бұл тістің эмалін құртады. Барлығын салып, жақсылап араластырасыздар. Жақсылап араластырғаннан кейін, кішкене қайнап бастағаннан кейін, біз жаңағы өзіміздің 200 грамм қантымызды қосамыз. Кейбір жағдайда, егер де қолдарыңызда болса, науаттан да жасасаңыздар болады қанттың орнына. Бұл қантты өздеріңіздің қалауларыңызша қосасыздар. 5 литрлік суға 200 грамм қант қостым. Дәмі әдемі болды. Жақсылап араластырып қайнатамыз. Суығаннан кейін сүзіп аласыздар. Жемші де кетпеуі керек. Негізі 15 минут қайнатсаңыздар жетеді. 15 минут қайнатып, 2 сағат суытып қоясыздар. Жемісті бірден сүзіп алсаңыздар да болады, я болмаса суығаннан кейін сүзіп аласыздар. Сүзіп алып, бос баклажкалерге құйып қойып, морозильникте, холодильникке салып сақтасаңыздар болады. Өте пайдалы. Сіздерге аса көп дүниені де қажет етпейді. Алмамен жасасаңыздар да болады. Каркадені магазиннен мен 500 теңгеге алдым. Алып жасап көріңіздер. Өте пайдалы. Мұз салып ішуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айгүліктің асханасы. Маған жазылуды ұмытпаңыздар.